хавас. Бұл жерде не дейді? Имам Ғазали рахимахулла айтады, ораза ұстаушы адам үш түрлі болады. Бірінші, ораза ұстаушы адам жалпы қарапайым адамның оразасы. Қарапайым дегенде андайдың кіші дейін жағдайы төмен деген сөз емес. Яғни ораза ұстаушы адамның ең төменгі деңгейі. Яғни құлшылықтың ең төменгі дәрежесі. Яғни оның оразасы дейді саумul батн дейді. Ол тек қана оның асқазан оразасы дейді. Таңертең сәресі ішеді, кешке ауыз ашады, болды. Күндіз асқазаны құрылдайды, басқа ештеңе пайда жоқ. Бұл жалпы деңгейі төмен адамның оразасы дейді. Тақуалығы аз. Ал енді саумul хавас дейді екінші түрі. Ол ерекше дәрежеге көтерілген адамдардың оразасы дейді. Олардың көзі ораза ұстайды дейді. Олардың құлағы ораза ұстайды. Олардың аузы ораза ұстайды. Олардың ойлары ораза ұстайды. Олардың қол аяғы ораза ұстайды дейді. Бұл құлшылықтағы екінші деңгейдегі адамның несі екен? Оразасы екен. Ал енді үшінші ораза бұл ең дәрежесі жоғары Алланы шынайы таныған адамның оразасы дейді. Ол оның жүрегі оразасы дейді, құрметті бауырлар. Міне ораза осылай имам Ғазалидің көзқарасында үш санатқа бөлінеді екен. Сондықтан құрметті жамағат, сізден біздің оразамыз ол асқазанның оразасы болып қалмау керек. Асқазанның оразасы болып қалмау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мен лам яда қаула дур вал амала бихи фалайса лиллахи хаджатун ан ядага тағамаху ва шарабаху." Сүйікті пайғамбарымыз айтады, кім-кім оразада өтірік айтуды доғармайтын болса, алдау, арбау бәрі кіріп кете береді. Онда оның тамақ, сусын ішпей ораза ұстағанның Құдайға еш қажеті жоқ дейді. Сондықтан да Алла субхана ва тағала осы Рамазанды фарыз қылған аятта осы Рамазанның негізгі мақсатын көрсетті. Және имам Ғазалидің де айтып жатқан сол үшінші деңгейдегі жүрек оразасы деп жатқаны бар. Сондықтан қараңыздар, Алла тағала айтты: "Уа иман келтіргендер, сендерге бұрынғыларға ораза фарыз етілгендей, ораза фарыз етілді." Яғни әрбір мұсылман адам ораза тұту керек. Лағаллакум таттақун аяттың жалғасында не дейді? Бәлкім сол оразаны ұстап, ауызды бекіту арқылы сол ораза Рамазан айында не істейсің дейді? Тақуалыққа жеткен боларсың деген. Ал бұл тақуалық Алла тағала айтып жатқаны қайда болады? Тақуалық ол жүректе болады. Сондықтан да имам Ғазали жүрекпен болған оразаны жоғары ораза деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде аттақуа хауна деп үш рет кеудесін естеген ишарат еткен. Яғни адамның тақуалығы оның жүрегінде болады. Сізбен біздің түр-әлпетімізде, киім киісімізде, сақалымыздың размерінде емес, басымыздағы тақияның түрі түсінде емес, тақуалық ол жүректе болады деген.